Сәлем достар, саламатсыздар құрметті менің оқырмандарым. Бүгінгі практикалық сабағымызға қош келіпсіздер. Бүгінгі практикалық сабақта біздер Python программалау тілімен қалай жұмыс жасайтынын алдымен көрсететін боламын. Мен ұсынған файлдарды қалай қолданамыз, соны түсіндіретін боламын. Одан кейін өзіміздің бірінші сабағымызға кіріспе сабағымызды бастаймыз. Алдымен практикалық сабақтың ерекшелігін айтайын. Бізде теориялық сабақтар болды. Бұлар лекциялық сабақтар, немесе дәріс сабақтары, және одан кейін практикалық сабақтар болады. Практикалық сабақтарда сіздерге практикаға көбірек мән беретін боламыз. Яғни қысқаша теория және көп практика болады. Көптеген есептердің мысалдар шығарып көрсетемін, және сіздерге тапсырма беріліп отырады. Және ол тапсырманың шешімін мен сіздерге түсіндіріп отырамын. Біріншіден сіздерге курсымызға қатысты файлдарды беретін боламын. Яғни олар сіздер zip архив түрінде болады, және оның сілтемесін беремін. Сіздер бұл архив файлды көшіріп аласыздар өздеріңізге. Яғни мынандай zip файл түрінде болады. Бұл zip файлды біз архивтен шығаруымыз керек. Давайте мен сіздерге көрсетейін. Кез келген бір папканы ашайық. Мен мысалы мына жерге бір папка ашамын. Біздің архив файлымызды осы жерге көшіріп архивтен шығарайық. Енді сіздер Windows операциялық жүйесінде жұмыс жасайсыздар, сол себепті Windowsға қатысты іс-әрекетті жасайтын боласыздар. Бұның ішінде 3 практикалық сабақ беріледі. Яғни бірінші практикалық сабақтың өзі 3 бөліктен тұрады. PDF файлында берілген, HTML файлында берілген, және IPNB, яғни Jupyter'дің файлында берілген. Тура сондай 1-2 практика бар, тура сондай 1-3 практика бар. Сіздер егер ыңғайлы болса PDF форматта көрсеңіздер болады. Қажет болса браузердің көмегімен ашуға болады. Жалпы ең дұрысы IPNB, яғни Jupyter ноутбуктың файлымен ашқан дұрыс. Негізі осыны қолдануды ұсынамын. Ол үшін біз Visual Studio Code'ды ашасыздар. Open Folder дегенді бассаңыздар, немесе Ctrl-K, Ctrl-O деген кнопканы бассаңыздар болады. Яғни Ctrl-K-ны басасыздар, артынша Ctrl-O-ны басасыздар. Немесе тура осыны Open Folder-ды басыңыздар. Жаңағы архивтен шығарған папканы іздейік. Lesson 1. Яғни папканың жолын көрсетеміз. Open деп ашсаңыздар болды. Бізде міне бүкіл папка ашылды. Lesson 1. Мына жерде суреттер орналасқан, ол суреттерге тиіспеңіздер. Ол суреттер мына IPNF файлға керек болады. Осының ішінен сіздер, мынаны жабасылайық, IPNB деп аталатын файлды басыңыздар. Сіздер бұған дейін VS Code'ды, яғни Visual Studio Code'ды орнату керексіздер. Және Python, Jupyter'ді орнатқандарыңыз дұрыс болады. Ең бірінші мына жерде kernel деген нәрсеге мән беріңіздер. Мысалы, менде Python'ның бірнеше интерпретаторы бар. Системада орнатылған Python бар. Және виртуальный окружение арқылы құрылған Python тұр. Python'ды қалай орнату керек екенін алдыңғы сабақта түсіндірген болатынмын. Сіздер қай Python'ды орнаттыңыздар, соны таңдайсыздар. Яғни қай жерде Jupyter және Python орнатылған, соны таңдайсыздар. Мен де My Environment ішінде таңдадым. Енді қарасаңыздар, бұл жерде белгілі бір комментарий жазылады, яғни белгілі бір текстік, мәтіндік ақпараттар болады, және программа коды болады. Нәтижесі болады. Тағы да теория, қысқаша теория, сурет түрінде қосымша ақпараттар беріледі, және мына жерде программа кодтар болады. Сіздер программа кодын мысалы мынаны бұлай орындау болады. Ctrl-ды басып тұрып, Enter-ді бассаңыздар, программа коды орындалды. Мынау бізде Python-да жазылған код. Ctrl-Enter немесе Shift-Enter-ді басу арқылы сіздер бұл кодты Python интерпретаторына орындауға жібересіздер. Мынау IPNB файл деген бір HTML бетке ұқсайды. Яғни веб-сайтқа ұқсайды. Ctrl-Enter немесе Shift-Enter басу арқылы сіздер интерпретаторға жазған кодты жіберіп отырасыздар. Мынау ұяшықтар екі режимде жұмыс жасайды. Код режимде, немесе Markdown, яғни HTML режимде, мәтіндік режимде жұмыс жасайды. Мысалы, мыналар мәтіндік режимде тұрған ұяшықтар. Мынау да мәтіндік режимде тұрған ұяшық. Мынау, мысалы, Python код режимде тұрған ұяшық. Мына жерде міне Python деп жазылып тұр.
Мындан түртсек, мына жерде көрсетіп тұр Markdown екен. Егер сіздер қосымша бір код жазғыларыңыз келсе, яғни мына кнопканы басып B-ны бассаңыздар, B деген бассаңыздар, міне төменгі жағынан код ашылады. Яғни тағы да escape басыңыздар, міне. Мына активация шықты, бірақ мына жерде жасыл көк свет болып тұр. Сәл төмен қылсаңыздар, міне код немесе Markdown деген бас. Мысалы кодты басып көрейік. Яғни код жазуға болады. Мысалы print сәлем, Ctrl-Enter бассақ, мына программа коды орындалады. Яғни сіздер осылай программа кодын эксперимент жасай беруге болады. Өздеріңіздің қалаған кодыңызды осы жерге жаза беруге болады. Мысалы, мен бір идея концепцияны түсіндіремін, және мен мысал ретінде бір код жазамын. Сіздер міндетті түрде оны орындап көріңіздер. Және қалауыңыз бойынша тағы да қосымша эксперимент жасағыңыз келсе, плюс кодты басасыздар да, яғни add code cell деп тұр. Қажет кодыңызды қосып орындай бересіздер. Яғни біздің практикалық сабағының орындалу реті осындай болады. Мысалы, екінші практикалық жұмысты ашқыңыз келіп тұр дейік. Бірде екі IPN-ді ашасыздар, міне. Мынаны жасырып қойсаңыздар болады. Теориясын аздап оқисыздар. Бұл жерде теориясы барынша қысқаша жазылған, міндетті түрде білу керек нәрселер жазылған, қарапайым тілде түсіндірілген. Және көптеген мысалдар программа код түрінде жазылады. Сіздер осы жерді Ctrl-Enter арқылы орындап, параллелін тексеріп отырсаңыздар болады. Және қажет болған жағдайда өздеріңіздің кодыңызды орындайсыздар. Және әртүрлі тапсырмалар беріліп отырады. Тапсырманың номері, тапсырманың мазмұны, және мына жерге код жазасыздар. Жалпы Python'да қараңыздар, біз екі режимде жұмыс жасап көреміз. Біріншісі стандартты Python тілінде, яғни мысалы, давайте demo 2 py деп көрсетейін. Python тілінде файлда код жазасыздар. Мысалы, сәлем, әлем. Енді әртүрлі код жаза бересіздер. Мына жерде қанша код жазғыларыңыз келсе өздеріңіз білесіздер. Сақтайсыздар. Және терминнан бассаңыздар болады, немесе терминалды ашасыздар. Ол үшін Ctrl tilde белгісін бассаңыздар болды. Мысалы, менде қазір виртуальный окружение активация жасалмаған екен. Оны мен былай істеп көрейін. Ctrl-Shift-P, Select Interpretator. Әлем, welcome деген шықты міне. Бұл бірінші жолы. Яғни қайталаймыз қана. Файлды, новый файл құрамыз. Файлды ат береміз. Файлдың кеңейтілімі py деп сақтаймыз. Мына жерге программа кодын жазамыз. Сақтаймыз. Ctrl-Shift-P арқылы Python Select, яғни интерпретатор деп жазсаңыздар болады, мына Python интерпретатор. Мына Select интерпретатор деген шығады. Яғни бірінші орындағыңызды осыны таңдасаңыздар, одан кейін өзі настройка жасалып қалады. Енді қандай интерпретаторды, яғни қай жерге орнаттыңыздар, соны көрсету керексіздер. Мысалы, мынау жерде менде по умолчанию Pythonның стандартты версиясы операциялық жүйеге орнатылған. Бірақ мен MyEnv деген виртуальды ортаға орнатқанмын. Оны мысалы Linux операциялық жүйесіне Pythonды қалай орнату керек деген видеода көрсеткенмін. Сол жерден көрсеңіздер болады. Егер сіздер Windows'ды істеп жатсаңыздар, сіздер де осы жолмен жүруге болады, немесе егер Pythonды операциялық жүйеге орнатқан болсаңыздар, қай версияны орнаттыңыздар, соны таңдасаңыздар болады. Маңызды емес. Менің жағдайымда MyEnv деген виртуальды ортада орнатқан болатын, соны таңдаймын. Сіздер өздеріңіз орнатқан Pythonның версиясын таңдайсыздар. Таңдап болғаннан кейін терминалды ашып жазсаңыздар болады, немесе мынау кнопканы бассаңыздар. Біздің файлымыз орындалды міне. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы, және менің көбірек ұсынатын жолым, бұл жаңағы Jupyter ноутбукты пайдалану. Ол үшін тағы да новый файл ашамыз. Давайте мен demo 1 деп бастайын. IPNB, яғни Jupyter ноутбук файлының расширенесі, яғни кеңейтілімі, файл кеңейтілімі IPNB деп аталады. Сіздерде Jupyter ноутбуктың ортасы ашылады. Егер сіздер бірінші рет қолданып жатсаңыздар, мүмкін мына жерде kernel деп тұру мүмкін, яғни
ядросын таңдау керек, интерпретатор таңдау керек. Қандай интерпретатор орындайтын болады программа кодын? Менің жағдайымда мысалы main автоматически тауып тұр. Себебі мен Ctrl Shift P деп не істеп тастадым, көрсетіп қойдым алдын ала. Егер сіздерде ол таппай тұрса, онда не істейсіздер? Басу арқылы таңдап көрсетесіздер Pythonның қай версиясы екенін. Егер сіздерде Jupyter ноутбук орнатылмаған болса, және Jupyter kernel орнатылмаған болса, егер бірінші код жазып Ctrl Enter басқан кезде ол өзі сіздерге ұсынады, орнатайын ба деп. Я десеңіздер, өзі көшіріп орнататын болады. Яғни екінші біздің программа коды ортамыз осы Jupyter ноутбук ортасы болады. Бұл жерде Jupyter ноутбук ортасы бізде мынандай ұяшықтардан тұрады. Және ол ұяшықтар екі режимде жұмыс жасайды. Біріншісі Python режимінде, яғни код жазу режимінде, екіншісі жай комментарий, яғни текстовый режимде. Мысалы Markdown. Мынау Markdown режимде тұр. Жай әшейін текст жазамыз. Бұл ешқандай код орындалмайды. Мына жерде мысалы мен біз код жазамыз. Ctrl Enter бассаңыздар, немесе Shift Enter бассаңыздар, программа коды орындалады. Негізінен біз сабақ барысымызда осы екі режимде жұмыс жасаймыз. Яғни Python режимде және Jupyter ноутбуктың REPL режимде жасаймыз. Бұл Jupyter ноутбуктың REPL режимде артықшылығы бар. Яғни біз бірнеше қатар кодты жаза беруге болады. Егер барлығы түсінікті болса, біз сабағымызды бастаймыз.